Коннун ысас вақалары авто тарифетмеге азырмы студияда мен Султан Естакаева çalışам, хайырлы акшамлар. 2021 сененің берекетті Қырымда эконлік бұғдайыны азырлап башладылар. Реабилитирленгенлерінің ақ құқықлары ғайрыдан тікленілі Қырымда бекленілген чоқ квартиралы евлерінің құручылығы девам еті. 2020 қабыл ету компаниясы Жумхуриетінің али оқув юртларына кірув компаниясы дистанцион шекілде кечірілі. Объектлер құрылы бітмесі мұддетлеріне кедер еткен инсафсыз тыш қызметшілер жедвелені тызмек. Ярамада құручылық меселелері бойынша кечірілген топлашуда бойле аварияны Жумхуриетінің елбашчысы Сергей Аксенов берді. Топлашу видеобақ шекілінде кечті. Қырым елбашчысы тыш қызметшілерден епісі нұқсанлықларына қысқа мұддетті доғыртмаға талап етті. То есть, если подрядчик технику и людей на объект не вывел, в данном случае, значит, должен быть в тот же день, должен быть акт, служебная записка на тему, что работы не проводятся, соответственно, и мы в конце недели должны, вот в четверг, то есть разобрать эту ситуацию, прояснить. Опять же, 2 раза обманули, дальше пожали руки и попрощались. Умумен Қырым Жумхуриетінің құручылық ішлері графигінде 1,5 беңден зияды объект бар. Бұндан ғайры 356 объект құрылмасына доғрудан-доғру аңлашмалар тызылды. Оларының фияты ең аздан 600 бен рублені тешкіл еті. Қырым аграрийлері 2021 сенесі алынacak берекеті üçün сачылacak бұғдайына азырлап башладылар. Енді 227 бен гектар топрақ ішленілді. Бұақта Қырым Жумхуриеті везірлер шурасының рейсі қой хожалық везірі Андрей Рюмшин Құрман районында іш зияретінен етіп барған вақытта хабер етті. Мевзуна Эльмас Аблакимова девам еті. Қырым алмалары эн лезетлі дейлер. Олар Калинина көйінде парлақ күнеш нұрлары сілдіріп пішелер. Алма жүйілігі августның 1-ші күнлері башланacak, ama meyva енді татлы. Гала, Пинк, Леди ve Джерамини 24 гектарлық алма бақчасы кешкен сене сачылды. Агроном Ирина Кореняк айтқанына көре кеш суықлар берекетіні эксілтті. 1 гектардан тек 5 тонна алма жеймаға планлаштыралар. Как вы видите, яблоко уже наливается, вот оно уже начинает набирать красивый красный окрас, будут красные полосочки. Будем сортировать мы его по калибру. Алма чоқ витаминлерінен толу бұтереклер доғру бақылған ве әлбетті яқшы суырылмақ керек. Тамчы суырылыға 4,5 миллион рублем масраф етілді. Умымен кой хожалық везірлігі Мойсесе Инкишевына 36 миллион рублей айырды. Наша задача получить дополнительные 860 миллионов, которые мы дадим им на уход. Я считаю, что подход очень профессиональный. Вы видите, да, и саженцы в хорошем состоянии, и листовой аппарат. Бұл сене кечкен сене кібі бұл тюн Жумхуриетте 80 тоннаға жалма жеймаға планлаштыралар. Қырым аграрийлері исе әнді 2021 сенесіне екінлік бұғдайыны азырлап башладылар. Әнді 227 бен гектар топрақ ішлетілді. Пневмостол деген ерде бүртөклі ашлықлар кечік вейірі данелерге палаштырыла. Бұл еш не қадар чоқ вақыт девам етсе, о қадар кейфетлі ола. Мисал оларақ бір күнде 40 тоннаға арпаның яқшы данелері сортировка етілі. Бұл сатылывдан әвел япылған стандарт иштір. Крым сегодня заходит в новый этап. Сегодня нам интересует не количество, а качество. И здесь выходит европейского качества семенной материал, который сегодня востребован не только в Крыму, но и в Южно-федеральном округе. Бұл сене элит ұрлу халынылығына 120,5 миллион рублей айырылды. Бұл кечкен сенеге бақанда 12%-ға зияды. София Шукурова, Эльмас Аблакимова, Асан Ибрагимов, Миллет үшін. Бүгін Ички районның Савурчы көйінде капиталь тамираттан сон медениет эві açılды. Оны былтыр язда реставрация етіп башлаған еділер. Бұл ішке федераль бюджеттен тахминен 22 миллион рублей айырылды. Енді мұнда күтлеви медениет әдбірлер ғайрыдан яшлар ичон дискотекалар кечірейджеклер. Мне очень хочется, чтобы молодежь просто всегда приходила к нам в Дом культуры. Это было. Наш Дом культуры гремел вообще на весь район. Молодежи было очень много, но мы потеряли то время, вот просто потеряли. И Дом культуры был в очень ужасном состоянии, поэтому мы не могли крутить дискотеки, пусть нас простит наша молодежь. И сейчас мы их приглашаем с удовольствием, начнутся дискотеки. Бұндан ғайры бала мейдан açılды, ерлі балалар ойын комплексіне бірден қимет кестілер. Мне понравилась это очень сильная площадка. Я могу приходить в любую минуту и играть на этой площадке со своими друзьями, в догонялки, в прятки и много других игр.
Көй территорияларының инкишафы ве модернизациясы бүгін Қырым акимиеті оғынды өмімен Қырымда 1,5 беңден зияды ойын комплекслері açılды. Лейха бала мейданы адлы программы бойынша әмелге кечірілді. Каким должно быть крымское наше село, мы очень хорошо видим из этого примера. Это еще не все то, что нужно на селе, но это уже прямой путь туда, этих действий. Вот они уже занимаются восстановлением своего стадиона, спорт на селе, культура на селе, здравоохранение на селе, дороги на селе. Вот каким должно быть крымское село. Қырымда федераль мақсадлы программа бойынша чоқ бекленілген ве муим объектлер құрылывы девам еті. Реабилитерленген гражданлары үшін Ақмечет ве Борт чоқрақ қасабаларында чоқ квартиралы евлерні юзлер адам беклей. Кемерлері яны мескенні онлар жегіл беклейлер. Объектлер құрылмасы насыл дәрежеде ве бұ евлер ватандашларымыз не вақыт көчі башлайжақлар, бұ суаллерге жевапларына зеннаддашым Наджия Исаева біле. 24 yıldan beri Ajire Айрабекова шақси мескен алмақ үшін невбетте тұра. Қырымға тап 96 сенесі көчіп келді. Шымды оның етішкен екі баласы бар. Айлеви көчевлерісі аля да битмеді. Реабилителеген үшін мескен елде етуф үшін весіқаларына тапшырмақ мақсадынен Ajire ханым доғмыш дайсының evine прописка олынды. Озы ise кираға алынған квартирада яшай. Спасибо Всевышнему, что, как говорится, стою на очереди уже как бы ближе и к Сметулса. Надеюсь, что я ее получу. Алимовлар кабы қоранталар Қырымда бинлерде олар үшін федераль мақсадлы программа бойынша чоқ қатлы евлер тікленілі. Ақмечет қасабасында 32 қорантай үшін чоқ квартиралы ев тікленілі кон объекте 15-тен зәді ішчі чалашам. Шымдыке вақытта бұл қадар іш бежірілі етерлі дейлі ханын ребері Алекс Сергеев. Түш қызметші енді мейдан ішлеріні ве ер қоралауыны башлады. Чоқ квартиралы евнің ось котельнасы да олажақ. В данный момент выполнена бетонная подготовка под подпорную стену железобетонную. Вот. Функция подпорной железобетонной стены это в том, что у нас поднимется площадка для того, чтобы была в уровень с соседним участком и так далее. Бұл сененің башында ой қалқазалды ве темел төшелді. Шымды құрыжылар 3-ші қатта бетон деварларының тіклейлер. Бұл басамақ екінленген сон олар түшқы ішлеріні бежережеклер. Бір вақыта коммуникация ішлері де алып барыла. Самоизоляция низамы да өз деншмелеріні кірсетті. Түш қызметші о вақыт япылажақ ішлеріні япып кеч қалмаға тырыша. Евні 2021 сененің февраль айында екінлемеге планлаштыралар. Bu ise da bir çok beklenilgen kuruculuk. Borçakrak kasabasında reabilitelegen gражданlar için ev. 90 bin kvadrat metreden ziyade meydanlıkta mesken komplekske gelecek sene koçmege mümkün olacak. Öz köçesine da 162 korantay elde edecek. Будет установлена газовая плита, вот, раковины, умывальники, то есть сантехническое оборудование. Вот. Будет укомплектовано, то есть будут полы сделаны, стены с обоями и покраска потолков. Федераль мақсадлы программа объектлері құружилық везірлігінің незаретінде болуна. Наджия Исаева, Дмитрий Низовой, Виталий Голубев, Милет үшін. Февзи Якубов адына Қырым Мүйдіслік педагогика университетінде Кырыш компаниясының ең қызғын девары. Амма бұл сене тәсіл мүйсесінде абитуриентлерінің вейджанлы ана бабалар топланмасы yok. Кырыш компаниясы весиқаларны электрон шекілде қабыл еті. Дистанцион режимінде çalışқанның музбет тарафы ақында бізді мұхберіміз Гузель Мамбетованың левхасында. Нужно зарегистрироваться в личном кабинете, сделать скан копии документов и подать. Абитуриент Ризана Муслимова университетінің сайтына кіре. Қабыл ету сайфесіні енгелікнен тапа. Бір қач догмеге басып, Али оқув юртына эпісі весиқаларыны йолай. Я решила поступать в педагогический университет, именно КИПУ, потому что сама воспитывалась в многодетной семье, и это близко мне по душе. Я надеюсь, что я поступлю в университет, так как долго стремилась к этому. И дальнейшую жизнь планирую связать с этой профессией. Күндізге тәсіл алуға қабыл етуф мудеті августның 18-неже девам етірілді. Ама весиқалар тапшырылуыны созмаға керек ме, чунки ракеплер чок. У нас на сегодня более 1200 бюджетных мест на бакалавриат, магистратуру и специалитет. Мы сразу предлагаем абитуриентам выбирать несколько направлений, родственных направлений. Допустим, если ребенок подает на начальное образование, как правило, сдается необходимо один комплект экзаменов.
то мы предлагаем дошкольное образование, мы предлагаем психологию, мы предлагаем специальное дефектологическое образование. Кырым Муэндеслик педагогика университетінде йөнелешлер чок. Бірден екі зенат алмақ чаресі де бар. Мисал олара Кырым татар тілі кафедрасына оқумаға кіріп, ана тіліміз, де инглиз тілі ожасы олмаға мүмкін. Біздің талебелеріміз 100% işke yerleştirilirler. Ne için degende olar çeşit türlü sahalarda çalışalar. Birinciden bu mektepte hoca olarak Kırım Tatar tili hocası, Kırım Tatar tili ve edebiyat hocası, İngiliz tili ve edebiyat hocası, Rus tili ve edebiyat hocası. Ondan da gayrı çeşit türlü tercüme sahalarında çalışalar. Çeşit türlü tercüme büroları var, yani lingvist ve diğerleri. Исекаларны адетінше тапшырылуындан рет етув bu мечбури чаредір. Қабыл етув комиссияның векелері үш қолайлашты дейлер. Исекалар тәжже бақыла. Абитуриент рейтинг жедвеліне 5 даққада тушы біле. Мы обрабатываем анкету, то есть мы открываем, мы проверяем, правильно ли все заполнено, формируем на основании тех данных, которые у нас есть, заявление, и отправляем им. Они должны заявление распечатать, подписать и отправить нам назад. Только после этого они попадают в рейтинговые списки. Алло, приемная комиссия, здравствуйте. Да, сейчас посмотрю. Так, смотрите, у вас прикреплено заявление, вы его не подписали. Вам необходимо распечатать заявление, подписать 2 страницы и прикрепить его к нам обратно, там же, где вы скачивали заявление. Университет студенті олмақ үшін бұтын актуаль малюматны Февзи Якубов адына Кырым Муэндеслик педагогика университетінің сайтында тапмаға мүмкін. Университетке күнделік оқушқа кірмек үшін исекаларының дистанцион шекілде тапшырылығы ярымадада сынырлануғлар лягу етілген сон біле қалажақ. Амма абитуриенттерінен жанлы шекілде күрішівлерден тәсіл идарелері рет етмейджеклер. Гүзел Мамбетова, Рафаэль Вахидов, Миллет үшін. Бүгін Кырым Жұмхуриетінің юқары махкемесінде Рифат Чубаровның іші бойынша бірінші топлашув олып кечті. 4 зарар көрген инсан сұрғыланды. Олардың арасында Кырым пайтақтында 26 февраль күні елек олған қадынның ақайы да бар еді. Бүгін Русияда ясақ етілген Меджлис тешкілятының рейсіні ғияби шекілде mahkemelediler. Onu 2014 fevral ayında Ahmedjet'te Kutlevi Kalabалық teşkil etuvinde kabatlaylar. Sonki ceza da tayinlenmedi, teneffüs Eylül'ün 27'sine kadar ilan etildi. Mustafa Cemile'nin işi ise Ermeni Bazar şehrinin mahkemesinde bakıla. O bu senenin iyun ayında bakılığa yiberildi. Kırımның hastahanelerinden da 35 kişi koronavirus hastalığından tedavilenip evge qaytarıldı. Covid infekciyası da 26 adamda tasdiqlandı. Bu haqda Kırım yolbaşçısı Sergey Aksyonov o'zining ijtimoiy a'yonlaridagi sahifelerinde haber etdi. Umuman Kırım Cumhuriyetinde 1000'den ziyade koronavirus hastası belgilendi. Yaxşı olganlarının sayısı 792 kişiге yetdi. Sergey Aksyonov Kırımlılarını cemaat toplangan yerlerini gereksiz sebeplerden ziyaret etmemege ve xavfsız mesafe kaldırmaga çağırdı. Kurort mevsimi başlanğanından suvda yüz bergen qazalar qayd etildi. Elinin ortalarına olgan malumat boyunca Kırımda suvda 23 kişi ilak oldu. Aynı şu zamanda Fevkalade Vaziyetler Vezirliğinin xadimleri suvda boğulgan 25 kişini kurtardılar. Muhbirimiz Lenuza Bursiyitova açık denizde bulundu ve kurtarıcılarının işini gözetti. Подходим к берегу, вдоль берега, не доходя до буйков, проходим, смотрим, никто ли не заплыл за буйковую зону. Инспекторлар суда xavfsizlik olmasını diqqatмен көзетелер. Махсус отрядның далыжы куртарыжы бөлігі Алуштаның шер пляжында ерлеше. Мутехассислар якын акваторияда далыжы куртарыжы ішлеріні кечерелер. Біз açık denizde bulunamыз. Kurtarıcılar бізге сайыл зонасы насыл незарет етілгенini көстережеклер ve незарет операциясы ақында tavsiyalı malumatlar berecekler. Мына бірінші тертіп бозуджы. О, сюрят низамыны арттырды ве жаныны телюкеге оғратты. Бізім телевизион группамызға өзіні аяз деде деп тақдим етті. Инспекторлар енді онен бір қач кере субет кечіргенлер. Ве мақсус шәдетнамесі олмаған шақысларға гидроцикл бермемек аққында тенбиелегенлер. Бұл сефер тертіп бозуджыға пара жезасы тайынлене. Это статья 11.7, часть 2, это нарушение правил плавания.
Кичик колемле гемилер боюнча Devlet инспекциясының esas вазифесі суда адамларының хавсызлығыны темин етмектір. Инспектор Анна Плотникова весиқаларны тешкере ве аңлату ішіні кечере. Мы проводим совместное патрулирование со спасателями специализированного отряда Главного управления МЧС, с общественными организациями. Февкуляде вазиетлер везірлігінің хадимлері буйоклардан узақларға ялдаған кішіні судан чықаралар. Онен аңлату субеті кечіріле ве сон бұл кішіні ялыға алып кетелер. Мы осматриваем, чтобы люди не заплывали далеко за буйки. Если кому-то требуется помощь, мы своевременно приходим. Если же уже происходит, что шторм, люди находятся в воде, применяя первичные спас-средства, стараемся человека извлечь на берег. Патрульлікнің сонында Февкуляде вазиетлер везірлігінің хадимлері сеслі дауыш чықарған шей вастасынен ратланған адамларға яқшы ратлық тіледілер. Веда бір кере суда бұлынған вақыт хавсызлық қайделеріне риарет етмек кереглігі ақында қатырлаттылар. Зияде же диққатлы олмаға ве инсан жаныны телукеге оғыратмамаға тепсие еттілер. Ленуза Бурсеитова, Рамазан Аливабов, Миллет Ичун. Кефе мемориеті ратлық ве ялдав үшін келішмеген ерлер жедвеліні тызды. Она шәрінің онрақ бетлі пляжы да көрсетілді. Шәр реберлерінің фікірлеріне көре бұ ерлер туристлер үшін хафлы ола біле. Олардың территориялары донатылмаған, құртарув ноқталары yok. Бұ ақта Сабина Динееваның левхасында. Кефе шәрі өз пляжларының мешур. Туристик мевсімнің қызғын деверінде мұнда ратланғанларының сайысы іч олмаған дәрежеде чоқ. Ама меселе доғырған ерлерді бар. Суворинский камни адылы пляжда ратланмақ баяғы телюкелі. Пляжда Венун акваториясында бұйық ташлар бар. Олардың үстінде әм бұйықлер, әмді балалар қойналып юрелер. Суға керген сон теренлік яваш-яваш арта. Сейлде ери галька бұйық ташлардың қарыша. Территория бетон дивардың қоралған. Ама ратланғанларға бұ ал кедер етмей. Дылға кесежелеріні есе адамлар денизге секремек үшін құланалар. Конечно, хотелось, чтобы было немножко безопаснее, особенно если это дети, потому что даже банки, бутылки, все это валяется, дети подходят, конечно, берут это, все же им интересно, мы бегаем, и, конечно, это лучше убирать. Суворинские камни, действительно, пляж небезопасный. На мой взгляд, наличие мусора, это, конечно, безобразие. В принципе, не страшно, но, конечно, хотелось бы, чтобы кто-то за ним ухаживал. Пляжда инфраструктураның олмағаны шиерінің сәкенлері ве мусоферлерінің тоқтатмай. Олар бойле сербест экстремны бегенелер. Буси Хуран Али койының сәйле, Дамба районы. Оның территориясы да донатылған дегіл. Хуртыржыларының ноқталары жоқ, ратланағанлар чоқ дегіл. Олардың сырасында ерлі балықчылар ве бір хач турист бар. Бұ пляжны да кефе мемориеті хафлы ерлер жедвеліне кірсетті. Безопасность людей на водных объектах муниципального образования городской округ Феодосия, как и в других регионах Крыма. Язын орталарына Ярымадада 445 олған пляждан ресми шекилде 300-ге яқыны ачық. Қалғанларыны киік пляжлар жедвелінде қала. Чоқысы вақыт пляжлар инфраструктура олмағаны себебінден қапала. Сабина Динева, Рафаэль Вахидов, Миллет Ичун. Бүгінге бұ эпосы хаберлер Миллет телеканалындан айырылмаңыз, хайырлы ақшамлар.